достым, менің арнама қош келдің. Қызыл подписаться деген батырманы басуды ұмытпа. Ендеше біз бастаймыз. Егер де сен ағылшынды карантинде жаттап жатсаң, лайк басуды ұмытпа. Ағылшын тілі арқылы сенің болашағың әлде қайда жарқын бола алады. Менің ең бірінші кеңесім, ол барлығы әдемі тұрса өте жақсы. Менің өзіме де әдемілік бірінші орында тұр, сондықтан мен оларды әдемілеуге тырысамын. Ал енді барлығын жазып жүрген өте дұрыс деп санаймын. Өйткені баста әлде қайда жақсы жатталады және де сақталады. Осында текстовыделителдер арқылы, фломастерлер арқылы сіздер сызып қойсаңыздар, ол жарық болып өзіңіздің көзіңізге түсіп жаттап алуларыңызға болады. Және де переводын, аудармасын жазуды ұмытпаңыз. Переводчик сіздерге сөздік керек болады деп ойлаймын. Қазіргі таңда мен осындай кітапты оқып жүрмін. Ол маған өте қатты көмектесіп жүр. Оны бізде мұғалім берген мектептегі. Ол жерде көптеген жаттығулар да бар, тексттар да бар. Сіздер оның барлығын интернеттен ала аласыздар. Мен бағанағыда айтып кеткендей, қыздарға әдемілік бірінші орында тұрған соң, мыналардың барлығын әдемілеу мен үшін өте жақсы болып саналады. Мен сол кезде өзім де оқығым келіп кетеді. Ал енді любимый мультиктар, фильмдар арқылы сіздер оны жаттай аласыздар. Ағылшынша көріп, субтитрларын қойып, немесе субтитрсізді видеоларды көріп жаттай аласыздар. Қазіргі жастардың барлығы музыка тыңдайды. Өзіңіздің, мен ойлаймын, сізде хотя бы бір музыка ағылшынша деп жақсы көресіз деп ойлаймын. Сондықтан ағылшын музыкасын аударып, өзіңіз бірінші аударып көріңіз, содан кейін өзіңіз аударғанын интернетпен тексере аласыздар. Қазіргі жағдайда мен қарным ашты, сондықтан мен перекус жасауды жөн көрдім. Қазіргі мен бұл жерде бенгальский свеча жағайын дедім, әдемі видео атмосфера жасайын дедім, бірақ менде бұл қыстан қалған бенгальский свеча жазға дейін, сондықтан ол жағылмады, мен мына жерде ашуландым. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, коммент жазып, қолдауларыңызды көрсетсеңіздер болады. Сіздерге осы видео түсінікті әрі ұнады деген ойдамын мен. Егер де осындай ағылшын туралы видеолар қаласаңыздар, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз. Мен осылайша сіздерге осы видео ұнады екенін білемін. Барлықтарыңызға общий сау болыңыздар. Келесі кездескенше видеода, ал мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.